Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған интернетте ақша табу деген тематикадағы кез келген сайтқа немесе телеграм ботқа қалай реферал шақыруға болатынын айтқым келіп отыр. Бүгінгі айтайын деп отырған способым арқылы реферал шақыру үшін саған қалтаңнан ешқандай ақша шығарудың қажеті жоқ. Тағы да алдағы уақытта бұйырса басқа да способтарын айтатын болам келесі видеоларда. Сондықтан да міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. В общем, кез келген сайтқа, кез келген телеграм ботқа реферал шақыру үшін телеграмды пайдаланатын боламыз. Телеграмды пайдалану үшін телеграмнан ең бірінші канал ашасың. Телеграмнан канал ашу жағын көрсетпеймін, кез келген адам аша алады деп ойлаймын. В общем, менде мынандай телеграм канал бар. Бұл каналды мен қашан аштым? 3 август күні аштым бұл каналды. Бұл каналға тек қана реферальный ссылкаларым шығарам. Осы каналдағы посттар арқылы в общем, интернетте ақша табу деген тематикадағы сайттарға, телеграм боттарға рефералдар шақырып жатырмын. Телеграмнан канал ашасың. Телеграмнан канал ашып, мысалы үшін мен боты для заработка деп аштым. Сен міндетті түрде боты для заработка деп ашпайсың. Сен басқаша ашасың. Мысалы үшін заработок в интернете, заработок без вложений деген сияқты қылып ашасың. Міндетті түрде орыс тілінде ашасың. Телеграм каналыңа оформление жасайсың, яғни мынандай аватарка қоясың. Аватарканы интернеттен скачать етіп алуыңа болады. Аватаркың міндетті түрде сосын кликабельный аватарка болу керек, яғни адамдарды қызықтыратын аватарка болу керек. Каналыңды дайындап болғаннан кейін, ашып, оформление жасап, дайындап болғаннан кейін каналыңа ештеңе істемейсің. Ең алдымен рекламный материалдарыңды дайындап аласың. Яғни реферал шақырғың келген сайттардағы, телеграм боттардағы реферальный ссылкаларыңды, сосын картинкілеріңді дайындап аласың. Мынандай әдемі қылып посттар шығару үшін, яғни кнопка қылып шығару үшін де реферальный ссылкаларыңды ең бірінші бот ашасың. Ол үшін бот фазаға барасың. Телеграмның поискына бот фаза деп жазасың, немесе боттың ссылкасын осы видеоның описаниясына тастап кететін болам, егерде телеграмның поиска арқылы таба алмайтын болсаң. Бот фазаға кіресің. Бот фазаға кірген кезде бот фаза бізді мынандай SMS-пен қарсы алады. В общем, старт дегенді басамыз. Бот ашу үшін new bot дейміз. New bot дегенді басамыз. Сосын мына жерге кириллицамен, мысал үшін, мен мысал ретінде жазып отырмын, сен өзің басқаша жазасың. Заработок деп жазамыз. Good дейді. Енді ботқа ат ойлап табамыз. Мысал үшін сосын ботың міндетті түрде, мысал үшін мына жерде Tetris бот деп жазасың деп тұрда, мысал ретінде. Ботыңның атында міндетті түрде бот деген сөз болу керек. Жазып қараймыз. Ботымыз дайын. Ботымыз дайын. Енді мына жерде боттың токенін копировать етіп аламыз. Токен деген мысал үшін менің токенім басқаша, сендегі токен басқаша болады. 133-тен басталады, сосын KBW деген әріптермен аяқталады. Үстінен басасың, бір рет копировать етіп аласың. Содан кейін контроллер бот деген ботқа келесің. Контроллер ботты
Телеграмның поиск арқылы іздеп тауып алуыңа болады, немесе бұл боттың да ссылкасын осы видеоның описаниясына тастап кететін болам, егерде бұл ботты Телеграмның поиск арқылы таба алмайтын болсаң. Старт дегенді басамыз. Бұл бот арқылы Телеграмнан ашқан каналымызды осы ботқа привязка жасаймыз, подключение жасаймыз, яғни қосамыз. Жаңағындай Телеграм каналымыздан әдемі пост шығару үшін, яғни кликабельный кнопкалар шығару үшін Add Channel дегенді басамыз. Добавление канала дейді. Чтобы добавить канал, вы должны выполнить 2 следующих шага дейді. Добавьте. Мына жерде Telegram каналын, в общем, бидейді. Мынандай, бірдеңе деп жазылып тұр да. Изменить бот дегенді басамыз. Менде бұндай боттар көп та. Подключить бот дегенді басамыз. Мына жерде жаңа бидеп тұр енді. Подключение бота, чтобы подключить бот, вам нужно выполнить 2 действия дейді. Мына жерде не подключайте боты, которые используются в других сервисах дейді. LiveGram, MoneyBot, ChatFuel дейді. И другие. Басқа боттар арқылы қосқан боттарды қолдануға болмайды, қосуға болмайды дейді. Бірінші, перейдите в бот фаза и создайте новый бот. Біздер новый бот создавать еттік, яғни бот аштық. Екінші, после создания бота вы получите токен бота. Біз боттың токенін копировать етіп алдық. Скопируйте его и перешлите сообщение с ним сюда дейді. Токенді мына контроллер ботқа жібереміз. Копируйте етіп алған токенімізді. Чтобы добавить канал, вы должны выполнить 2 следующих шага дейді. Бот фазаға барамыз и создавать еткен ашқан ботымыздың ссылкасын копировать етіп аламыз. Үстінен басып тұрамыз, копировать дегенді басамыз. Сен өзіңнің ботыңның ссылкасын копировать етіп аласың. Содан кейін Телеграмнан ашқан каналыңа барасың. Мысал үшін, мына каналмен мысал ретінде көрсетемін тек қана. Телеграм каналыңа барасың. Администратор деген жерді тауып аласың. Администратор деген жерге басасың. Добавить администратора дегенді басасың. Жаңағы ботты, создавать еткен ботымызды мына каналымызға, ашқан каналымызға Телеграмнан администратор ретінде қосамыз. Ставить. В общем, ботымыздың үстінен басамыз. Мына жерде галочка тұр. Галочканың үстінен басамыз. Қазір бот шығады. Мына жерден заработок деген бот қосылды администратор ретінде. Содан кейін контроллер ботқа барамыз. Қай каналға ботыңды қостың. Мысал үшін, каналыңа барасың, каналыңның ссылкасын копировать етіп аласың енді. Ссылка для приглашения деген жерде басып тұрасың, жазудың үстінен. Копировать дегенді басасың. Контроллер ботқа барасың. Мен қазір мына ботты қоса алмаймын, себебі менде уже ботым қосулы. Мысал үшін, қазір ошибка бірдеңе деп шығуы мүмкін. Бот не является администратором этого канала дейді. Яғни менде басқа бот болғаннан кейін бұл бот уже жарамайды. Сенің ботың администратор ретінде қосылады. Содан кейін бот фазаға барасың. Бот фазаға барасың да ботыңның ссылкасының үстінен басасың. Старт дегенді басасың. Мен старт дегенді баспайым. Қазір өзімнің ашқан ботыма барам. Боты для заработка деген бот аштым мен. Жаңағында енді
Telegram каналымызға әдемілеп пост шығару үшін ботыңа барасың, старт дегенді басасың, содан кейін создать пост дегенді басасың. Рекламный материалдарың дайын болса, мына жерде сенің ботың каналың тұрады. Каналыңның үстінен басасың, боты для заработка деген каналыма пост шығару үшін мына жерде ең бірінші пост дайындап аламын. Мына скрепкінің үстінен басасың. Referrals деген мысал үшін мынандай картинканы қолданам, мысал ретінде да. Смайлик қоюыңа болады. Ең бірінші мынандай топовые боты для заработка. Леп белгісін қоямыз, төмен қарата түсеміз, тағы да смайлик қолданамыз. Кез келген смайлик қолдануға болады. Список ботов и мынандай смайлик қолданамыз. Содан кейін мына жазып отырған текстімізді жирный қыламыз. Оның үшін текстің үстінен басамыз, бір сөздің үстінен басамыз. Выделить все дегенді басамыз. 3 кнопкаға басамыз, қайта 3 точкаға. Жирный деген таңдап аламыз, яғни мына текстіміз уже жирный болып шықты. Мына галочканың үстінен басамыз. SMS-ті уже жібереміз. Мына пост әлі Telegram каналымыздан шыққан жоқ. Біз опубликовать етпей, бұл пост біздің Telegram каналымыздан шықпайды. Манағы айтқандай реферальный ссылкаларыңды, боттарыңның атын дайындап алған болсаң, добавить URL кнопка дегенді басасың, яғни кнопка добавить ету үшін. Сосын SMS-теріңе барасың, боттарыңа барасың, ссылкасы бар. Копировать етіп аласың. Телеграмға келесің, жаңағы жерге. Ставить етесің. Содан кейін смайлик қоюыңа болады. Мысалы үшін мынандай қылып. Арасын ашасың смайликпен. Әріптердің арасында. Кез келген смайликті қолдануға болады. Мысалы үшін мынандай қылуыңа болады. Содан кейін мына ботқа SMS қылып жібересің. Короче, мына жерде көріп отырғаныңдай постың мынандай болып шығатын болады каналыңа. Содан кейін далее дегенді басасың мына жерде постыңды каналыңнан шығару үшін. Сосын мына постты отложкаға тастауыңа болады. Яғни постыңды дәл қазір емес, мысалы үшін уақытын, мысалы үшін сағаттың уақытын, минутын, күнін таңдауыңа болады. Оның үшін отложить дегенді басасың. Отложить немесе сегодня, мысалы үшін қазір 16:39 менде сағат 18:00-де шығатын қойыңа болады. Отправить дегенді басасың, мен отправить дегенді баспаймын. Сосын завтра дегенді басып, ертең шығаруыңа болады. Мысалы үшін сағат таңғы 6-да шығатын қылсаң болады. Мына постыңды. Мен ертеңде шығармаймын, бүгінде шығармаймын. Назад дегенді басам. Осылай отложенный қылуыңа болады, тек мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Бұл постты дәл қазір Telegram каналыңнан шығарғың келетін болса, опубликовать дегенді басасың. Тағы да опубликовать дегенді басасың. Сол кезде мына пост сенің Telegram каналыңнан шығатын болады. В общем, мынандай пост болып шығатын болады. Короче, мынандай кнопка, мынандай пост болып шығады.
Енді посттарыңды рекламировать ету үшін, яғни рефералдар шақыру үшін, мысалы үшін мына посттағы боттарға рефералдар шақырғың келетін болса, мына каналда «Боты для заработка» деген каналда мынандай спам чаттардың ссылкалары бар. Яғни осы спам чаттарға тіркелесің, содан кейін рекламировать етуіңе болады. Короче, мына телеграм каналымның да ссылкасын осы видеоның описаниясына тастап кететін болам, қарасаң болады. Спам чаттарға тіркелесің ең бірінші. Присоединиться деген кнопка арқылы. Мысалы үшін мына спам чатта бармын. Короче, тіркеліп шығасың. Өзіңе керекті спам чаттарға тіркеліп шығасың. Присоединиться дегенді басасың. Енді постың рекламировать ету үшін, спам жасау үшін да. Постыңа келесің, мына текстің үстінен басасың, картинкінің емес. Текстің үстінен басқан кезде мынандай зат шығады. Переслать дегеннің үстінен басасың. Мына жерде жазылған спам чаттарыңның спискі шығады. Қай чатқа спам жасағың келеді, постыңды шығарғың келеді. Мына чатқа шығарғың келе ма, чатты таңдап аласың. Мына стрелкінің үстінен басасың. 165 просмотр. Тағы да каналыңа барасың, рекламировать еткің келген постқа барасың, үстінен басасың, переслать дегенді басасың, басқа чаттарға рекламировать етесің. В общем, осындай жолмен реферальный ссылкаларыңды рекламировать етуіңе болады тегін. Бірақ бұл способтың бір минусы бар. Минусы, ең үлкен минусы, телеграм аккаунтыңды спам жасағаның үшін блокировать етіп тастау мүмкін. Мысалы үшін бір күнге, 7 күнге, немесе 2 күнге, немесе 2 аптаға, немесе 1 айға блокировать етіп тастау мүмкін. Яғни спам чаттарға жаңағындай реклама жасай алмайсың. Яғни SMS жаза алмайтын қылып тастайды телеграмның өзі. Сондықтан да мысал үшін 30 спам чатқа жазылдың ба, телеграмға бір кірген кезде, бір спам жасаған кезде, бір реттен барлық спам чаттарға жаңағындай постыңды переслать етіп аласың бір рет. Бірнеше сағаттан кейін тағы да сондай нәрсе істеуіңе болады. В общем, спам жасағанда арасына уақыт салып спам жасайсың. Бұл способпен реферал шақыруға болады конкретно. Мен өзім істеп отырып, көріп отырғаныңдай, мысалы үшін мына жерде ең бірінші рекламировать еткен постымды, мысалы үшін 337 адам қарағанда, ал екінші рекламировать еткен постымды, мысалы үшін қашан шығардым? 7-сі күні шығардым. Сағат түнгі 12-де шығардым. 167 адам қараған постты. Сосын міндетті түрде телеграм каналыңа накрутка жасағаның дұрыс. Мысалы үшін телеграм каналыңда адамдардың саны көп болатын болса, телеграм каналыңа кірген адамдар, бұл телеграм каналда адамдар бар екен ғой деген сияқты ойда болады. Сондықтан да телеграм каналыңды раскрутка жасағаның дұрыс, яғни накрутка жасағаның дұрыс. Подписчиктер жинап аласың басқа бір сайттар арқылы. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде бұл видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.